Мен Тоқтархан Азиман Саматқызы 8-ші сынып оқушысымын. Мен сіздерге Ілияс Жансүгіровтің күйші шығармасын қысқаша мазмұнымен таныстырам. Қазақ әдебиетіндегі көрнекті поэмалардың бірі. Оның авторы Ілияс Жансүгіров. Ақын бұл шығарманы қазақтың күй өнерінен және қазақ халқының аңыздарынан шабытталып жазған. Әсіресе Құрманғазы Сағырбайұлы мен Тәттімбет Қазанғапұлы сияқты күйшілердің мұрасы әсер еткен. Поэмада күйдің құдіреті, өнердің күші және еркіндік идеясы суреттеледі. Күйші поэмасы 1934 жылы жазылып, сол жылы жарық көрген. Күйші поэмасында қазақ халқының күй өнері, өнердің құдіреті және адам тағдыры суреттеледі. Шығармада басты кейіпкер ерекше дарынды күйші жігіт. Ол домбыра арқылы өзінің ішкі сезімін, қайғысы мен қуанышын жеткізеді. Оқиға желісі бойынша күйші жігіт хан ордасына тап болады. Хан мен оның айналасындағылар күйшіге күй тартқызады. Күйші домбырамен күй шерткенде оның өнері тыңдаушылардың жүрегін толқытады. Әсіресе ханның қызы күйшіге ерекше әсерленеді. Поэмада күй өнерінің құдіреті айқын көрінеді. Күй арқылы адамдардың сезімі оянады. Қатыгездік жібейді, жүректер елжірейді. Алайда хандық ортада еркіндік жоқ. Әлеуметтік теңсіздік байқалады. Өнер адамның тағдыры ауыр, ол билік пен озбырлыққа тәуелді. Сонымен қатар поэмада қазақ халқының тұрмыс тіршілігі, хандық дәуірдегі әлеуметтік теңсіздік, өнер адамның ауыр тағдыры көрсетілген. Яғни күйші поэмасы халық өнерін, күй құдіретін асқақтататын шығарма. Ақын бұл туынды арқылы өнердің адам жанының әсерін және еркіндікке деген ұмтылысты көрсетуді мақсат еткен. Дала еркіндіктің ежелгі бесігі мен бабалардан қалған қасиетті аманат. Мұндағы әрбір сыбдыр тірі тарих, әрбір ескен жел ұлы аңыз. Сайын даланың төсінде жалғыз күйші келеді. Оның көкірегі шерге толы. Бірақ тағдырдың дауылы соғып, еркін елдің аспанын қара бұлт торлады. Азат рух бұғауланып, күйші тар қапаста тұтқынға түсті. Бірақ үні өшпеді. Қатыгез хан алдындағы жалғыз қаруы мен қорғанысы, киелі қара домбырасы. Саусақтар пернеге тигенде, айналадағы бүкіл әлем кілт тоқтап қалғандай болды. Күй басталды. Бірде мұңды шер, бірде аттың шабысындай айбынды дүбір. Бұл жай ғана әуен емес, бұл халықтың зары мен бостандық аңсары. Тіпті тас жүрек билеушінің де қаһары басылып, мұздаған көңілі жіби бастады. Күй құдіреті жанды тербетіп, жанарлардан ыстық жас болып мөлдірет төгілді. Дүниені дүр сілкіндіріп, рухты оятқан ұлы үн. Бұл өнердің жеңісі. Шынайы өнер темір бұғауды бұзады. Ол кез келген өлімнен де мықты. Күйші кетсе де, оның өлмес мұрасы мәңгілікке халық жадында қалды. Мен сіздерге Ілияс Жансүгіровтің күйші шығармасын оқуға кеңес беремін. Бұл туынды қазақ әдебиетінің көркем әрі әсерлі үлгілерінің бірі болып саналады.